Сәлем достар, қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай? Боза қалай дайындалады білесіздер ме? Білгілеріңіз келсе, онда кеттік. Мінекей мына жерде су қайнап жатыр, өздеріңіз көріп тұрғандай. Мінекей мынау жүгері, ашытылған жүгері, сақ деп аталады бозаның. Қазір осыны мына қайнаған суға салып қайнатамыз. Мінекей құйып жатырмыз сақты. Осыны жаймен, баппен араластырамыз. Түбі күйіп кетпеу керек. Мінекей жайлап қою болып жатыр. Мінекей түбіне кішкене алып қалдық. Бұл хор деп аталады. Келесі боза ашытқанға керек болады. Мінекей қайнап жатыр. Бүлкілдеп көріп тұрғандарыңызды. Енді осыны жайлап араластырып қоямыз. Асты күймеу керек. Күйсе, күйген дәм шығып кетеді. Сол себепті араластырып отырамыз. Достар, мынау хор деп аталады, яғни ашытылған хор. Осыған біз мынауымыз сақ деп аталады. Бұл таза жүгеріден тартылған. Осыдан 3 кесе саламыз. Бірінші кесеміз. Керден кесе ғой. 2. 3 керден кесе кетті. Енді осыған жылы қайнаған 2 литр су құямыз. Жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып жамдап осыны 18 сағат қоямыз. 12 сағат. Яғни кешкісін қазір салып жатырмын, ертең азанда осыны қайнатамын. Оған дейін бұл ашып бабында тұрады. Бетін жауып қоямын. Азанда салып ондата. Мінекей бағана қайнатқанымыз. Оны суытып алдық. Енді осыны мынаған саламыз. Хорға. Сөйтіп азанда сүзіп аламыз. Енді шетінен алып жатырмын. Кішкене қайнаған су құйдым. Енді бұл ашу үшін міндетті түрде бір қасық уыт саламыз. Бұл уытты бидайдан жасайды. Бидайды кәдімгідей балақтағанша өндіреді. Сөйтіп оны кептіріп, сөйтіп барып неден өткізеді, диірменнен өткізеді. Бұл уыт деп аталады. Бұл бозаны ашытатын кәдімгі ашытқы дрож сияқты. Осыдан бір қасық саламыз. Мыналардың бәрін саламыз. Жақсылап қолмен еземіз. Іртік-іртік болмау керек. Таң атты, мінекей. Мінекей бозамыз ашып тұр. Қазір осыны сүземіз. Арнайы осы боза үшін істеп қойған. Қалтасы. Сүзіп жатырмыз. Мінекей сүзіп болдық, бозамыз дайын. Мінекей боза деген осындай болады. Мінекей көпшіктерін көрдіңіздер ме?
Бозаның емдік қасиеті өте көп. Жасап көріңіздер, сіздермен болған Айгүліктің асханасы.